Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі тез жасалатын пельмени дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бір бокал жылы суға бір жұмыртқа, бір кіші қасық тұз салып, керегінше ұн салып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дәл видеодағыдай консистенцияда болуы қажет, аса қатты не жұмсақ болып кетпеуі қажет. Салмасына фарш, тұз, пияз, аздап сұйық май құйып дайындап аламыз. Қамырымызды жайып, дәл видеодағыдай етіп, кесіп дайындап, пельмендерімізді бүгіп шығамыз. Дайын болған пельмендерімізді қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі тез дайындалатын пельмендерді міндетті түрде отбасыңызға жасап беріңіз.